Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үшін бір періште жазаға тартылды десем сенесіз бе? Я достар, бүгін осындай бір керемет оқиғаны айтатын боламын. Алдымен каналға тіркеліп алыңыздар және видеоны соңына дейін көріңіздер. Риуаяттарға қарағанда Жәбірил алейхиссалам бір күні пайғамбарымызға келіп, "Уа Расулалла, мен көкте тақта отырған бір періштені көргенмін. Айналасында 70 000 періште қызмет жасап жүрген. Ол періште дем салған сайын Алла бірден періште жаратып тұрды. Енді оның Қаф тауының үстінде қанаты сынып жылап жатқанын көрдім. Ол мені көріп, маған шапағат қыласың ба деді. Мен күнәң не деп сұрасам, ол Миғраж түні тағымда отырсам Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам жанымнан өтті. Мен ол үшін орнымнан тұрған жоқпын, нәтижеде Алла тағала мені жазалап, өзің көріп тұрғандай сол жерге тастады деді. Кейін мен сол періште үшін Аллаға жалбарынып шапағатшы болдым. Алла тағала маған: "Жәбірил, оған айт, Мұхаммедке салауат айтсын" деді. Сол періште қазір саған салауат айтып жатыр. Алла тағала оны сол қылғаны үшін кешіріп, сынған қанатын қалпына келтірді деді. Қиямет күні пендеден бірінші болып намаз сұралады. Егер пенденің намазы толық болса, қалған істер де қабыл алынады. Намазы кем болса, басқа істері де шетке ысырылады. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам намаз туралы төмендегідей хадистері де бар. Үмбетімнен екі кісіні ойлап көріңдер. Екеуі де бірдей намазға тұрады. Рукух пен сәжделері бірдей. Бірақ екеуінің намазының арасында аспан мен жердей айырма бар, деп Алладан қорқып оқылған намаздың маңызын баса айтқан. Рукух пен сәжденің арасында белін түземеген пендеге қиямет күні Алла тағала мейіріммен назар салмайды деген. Кім уақытында намаз оқып, дәретін толық алып, рукух пен сәждесін толық жасаса және намазды Алладан қорқатын жағдайда оқыса, ол пенденің намазы жарқыраған бейнеде көкке көтеріліп бара жатып, мені әдебіне лайық сақтағаныңдай, Алла тағала да сені әр қалай жамандықтардан сақтасын дейді. Ал енді кім намаздың уақытын өткізіп оқыса, дәретін шала-пұла алып, рукухке, сәждеге және Алладан қорқуға немқұрайлы қараса, оның намазда қап-қара жағдайда көкке көтеріліп, мені құртқаныңдай, Алла тағала да сені құртсын дейді. Сонда Алла тағала бұйырған күн келгенде, бұл намаз ескі киім сияқты оралып тұрып, оны оқыған кісінің бетіне лақтырылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: намазынан ұрлаған кісі ең жаман ұры. Ибн Масғуд былай деген: намаз таразы сияқты. Кім кемшіліксіз өлшеп берсе, оған да сауабы кемшіліксіз беріледі. Кім таразыдан алдаса, біліп қойсын, Алла тағала таразымен өлшеуіштен жеп, елді алдайтын жандардың жағдайы қандай өкінішті деген. Бір ғалым былай деген: намаз саудаға ұқсас. Саудагер саудаға ақша салмай тұрып кіріс таба алмағандай, парыздарды мұқият оқымаған пенденің қылған намаздарда қабыл болмайды. Намаз уақыты келгенде Әзірет Әбу Бәкір жанындағыларға: тұрыңдар, Алла тағаланың өз қолдарымен жаққан отын өшіріңдер деп айтты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деген: намаз ұқыптылық және кішіпейілділік деген. Басқа бір хадисте былай деген: иесін жаман істерден қорғамаған намаз пенденің Алла тағаладан алыстауына ғана себепкер. Жауапкершілік сезімі жоқ кісінің намазы жаман істерден және қателерден қорғамайды. Тағы бір хадисте төмендегіше айтылады: намазында шаршаудан және түрегеліп тұрудан басқа еш пайда ала алмаған қаншама кісілер бар. Бұл жерде де жауапкершілік сезімі жоқ кісілер туралы айтылып жатыр. Басқа бір хадисте пендеге сезініп түйсініп оқыған намазының ғана сауабы тиеді деп айтылған. Ғалымдардың айтуынша, намаз 4 негізден тұрады. Намазды біліп бастау, намазды тұрғанында әдебін сақтау, барлық парыздардың маңызын сезініп орындау, намазды қорқумен аяқтау. Бір ғалымның айтуы бойынша, жүрегін ақиқатқа бұрмаған кісінің намазы бұзылады деп айтқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам пейіште Афия деген дария бар. Онда үнжу жақұттармен ойнаған Алла зафараннан жаратқан хор қыздар бар. Олар Алла тағалаға 70 000 тілде тәсбих айтып тұрады. Үндері Дәуіт алейхиссаламның үнінен де
әсем. Біз намазын беріле оқыған кісілер үшінбіз дейді. Алла тағала ондайларды өз үйіме жайғастырамын және зияратшылардан қыламын деп айтады деген хадисін айтып кеткен. Риуаяттарға қарағанда Алла тағала Мұса алейхиссаламға былай деген: «Уа Мұса, мені еске алғаныңда дене мүшең тітіресін. Мені еске алғанда көңілің беріліп тұрсын. Маған зікір айтқанда сөздерің жүректен шықсын. Алдымда тұрғанда қолдай тағзым қыл. Менен бір нәрсе тілегенде жүрегің дірілдеп, аузыңнан ақиқат сөз шықсын». Бір риуаят бойынша Алла тағала былай деп уахи жіберген: «Үмбетіңнің күнәһарларын айтып қой. Менің атымды ауыздарын алмасын. Өйткені атымды атағандарды атау менің шешімім. Демек олар менің атымды айтса, мен де оларды қарғыспен еске аламын. Бұл үкім Алланы зікір қылғанда немқұрайлы қараған күнәһарларға тиесілі. Ал енді күнәһарлық та, немқұрайлылық та араласып тұрып, Алланы зікір қылғандардың жағдайын өздерің ойлап көріңдер». Бір сахабаның айтуы бойынша, пенделер махшар алаңына намаздағы жағдайларына қарай әкелінеді. Намазын беріліп оқыған һәм оқыған намазынан ләззат алған кісілер махшарда да осындай жағдайда болады. Намаз сәтінде жоғарыда айтылғанға кереғар жағдайда болғандар махшарда да сондай жағдайда болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір күні намазда сақалымен ойнап жатқан кісіні көріп, егер бұл кісінің жүрегінде қорқу сезімі болғанда, оның тұруынан байқалмақ. Жүрегінде қорқу жоқ кісінің намазы қабыл болмайды деген. Намаз оқығанда жүрегінің қорқу сезімі ұялап, өзінің әлсіздігін сезінген кісілерді Алла тағала көптеген аяттарда мақтағаны жалпыға мәлім. Бұл мағынадағы аяттарда былай айтылған: намаздарын қаза қылмай уақытылы оқиды. Әнғам сүресінің 92 аятында. Олар намаздарын үзбей оқиды. Мағариш сүресінің 23 аятында. Белгілі болғандай, намаз оқығандар көп, бірақ намазында қорыққандар аз. Қажылыққа барғандар көп, қажылықтың талаптарын орындағандар аз. Білімділер көп, білгенін орындағандар білімділер аз. Намаз Алланың бұйрықтарына мойынсыну амалы. Алладан қорқу және кішіпейілділіктің басы. Намаздың орындалу шарттары мен қабыл болу шарттары басқа-басқа. Намаздың орындалу шарты парыздары мұқият орындау. Қабыл болу шарты болса қорқу және беріліп оқу. Алла тағала Мүминун сүресінің 1 және 2 аятында бұлай деген: «Мүміндер сөзсіз азап атаулыдан құтылып, мақсат мұратына нағыз жетістікке жетті. Олар намазда құдірет күшті Аллаға шын пейілмен мойынсұнып, барынша кіші пейілділік танытатындар» деген. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам айтады: шын жүрегімен Аллаға беріліп 2 ракат намаз оқыған кісі анасынан жаңа туылғандай барлық күнәларынан арылады. Пенденің көңілін билеген ойлар қорқу мен намаз оқуда көңілін бөледі. Сондықтан оларды ойдан шығарып тастау керек. Ал енді оларды шығару үшін көңілді бөлетін нәрселерден аулақ жерде намаз оқыған жақсы. У-шу жерлер, әшекейлік кілемдер және ұнамды киімдер кісінің көңілін бөледі. Риуаяттарға қарағанда Абу Джахм атты кісі пайғамбарымызға келіп бір нәрсенің белгісі түсірілген белдік сыйлады. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам онымен бір мәрте намаз оқығаннан кейін белінен шешіп, мынаны Абу Джахмге қайта апарып беріңдер, өйткені ол намазда көңілімді бөлді деп айтқан. Тағы бір мәрте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам аяқ киімнің бауының алмастырылуын бұйырған еді. Себебі ол жаңа болғаны үшін намазға тұрғанында оған көзі түсті. Сондықтан жаңа бауды алып тастап ескісін тағуды бұйырды. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам саусағында алтын жүзік бар еді. Ол кезде алтын жүзікке тыйым салынбап еді. Бір мәрте мінберді құтпа оқып жатып, сол жүзікті қолынан шығарып лақтырып жіберді де, сендерге қарап тұрғанымда қайта-қайта оған көзім түсіп, мені алаңдатты деп себебін түсіндірді. Достар, видео өз соңына жетті. Сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Жалпы айтылған ақпараттардан не түсіндіңіз, не ой түйдіңіз? Пікірлер бөліміне жаза кетіңіздер және тіркеліп достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі бөлімде кездескенше сау болыңыздар.